Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Ал бүгін біз сіздермен таңғы ас дайындайтын боламыз. Таңғы астың құрамын видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Ең бірінші бір дана лаваш қамырын алып, осылай қолмен турап, ыдысымызға салып аламыз. Үстінен өзімізге қажет мөлшерде шұжығымызды өзіміз қалаған формада кесіп осылай саламыз. Үстінен 3 немесе 4 жұмыртқаны қосамыз. Массаға кішкене сладкий паприка және тұз қосып жіберіңіздер. Мінекей қосып алдым, одан соң жақсылап араластырамыз. Одан соң қызып тұрған табамызға сары майымызды немесе аздап тамақ майын қосып, дайын болған массамызды барлық жеріне біркелкетіп жайып шығамыз. Бұл таңғы астың ерекшелігі өте тез, оңай және өте дәмді болып шығады. Мінекей барлық жерін жайып шықтық. Және де 2-3 минутта пісіріп, массаның артқы жағын аударатын боламыз. Мінекей таңғы асымыз дайын. Өте дәмді болып шығары сөзсіз. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.